Санузел, баняны ремонтлау Берекет стройдан қаншаға түсетінін қазір есептеп көреміз. Кеттік. Санузеліміздің размері 3 метрге 2 метр деп есеплайық. Біздерге кафель, ванна, раковина, унитаз, хдем ұқсаған затлар керек болады. Қазір бәрін есеплаймыз. 3-ге 2 бөлмеге стенаға 60-ға 30 размерден 24,48 метр квадрат кафель керек болады. Кафель 65 мың сумнан 1 591 000 сум болады. Және пол үшін 60-ға 60 размердегі 6,48 метр квадрат кафель керек болады. 60-ға 60 кафельді 68 000 сумнан деп алсақ, бізде 440 000 сум болады екен. 12 қалта кафельный клей керек болады. 30 000 сумнан 360 000 сум. 8 штук хдем керек. 29 000 сумнан 232 000 сум. Ондан соң ванна керек. 150-ге 70 размердегі ваннаны алсақ, 1 400 000 сум. Оған стоячий смеситель керек болады, 259 000 сум. Унитаз керек, жақсысынан алайық. Оны 700 000 сум деп алсақ, һәм бізге раковина керек болады. Раковиналар қазір скидкада тұр, біз 359 000 сумлық раковинаны таңлайық. Һәм оған смеситель керек, ол 100 000 сум. Әлбетте сізге айна керек болатын шығар, ол да 100 000 сум. Бізде жәмі 5 531 000 сум пұл шықты. Енді бұған тағы да майда шүйде затлар алуыңыз керек болады. Фуга, жетки гвоз, ұста қол хақы деген сияқлы затлар. Бірақ сіз сол 5-6 миллион сумға бір санузеліңізді ремонтлап алсаңыз болады. Видео ұнаған болса, лайк басамыз, әмде санузел істеуім керек еді деген достыңызға бұл видеоны жіберіп қойын. Айтпақшы, сіз біздегі бәрші затларды 1 айдан 24 айға шекем, ешқандай басланғыш төлемсіз бөліп төлеуге де сауда істесеңіз болады. Онан тысқары сауда плюс сауға акциямызға әмде Каптива акциямызға да қатнаса аласыз. Олай болса бәршеңізді Айдын жол Мега Нукуске қарама-қарсы жайласқан Берекет строй дүканында күтеміз. Келің.